Ал армысыздар. Мынау оңтүстік өңір Түркістан облысы Мақтаарал ауданындағы ұлы ғалым Сәтбаевтың атын иеленген айтулы мектептің ұстаздары мен оқытушылары. Біз қазір Сәтбаев атындағы Алматы қаласындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің алдында ғұлама ғалым Сәтбаев ескерткішінің жанында тұрмыз. Қазақтан шыққан тұңғыш жоғары білімді инженер, геолог, қазақтан шыққан тұңғыш менеджер. Сәтбаевтың мынау қазақ тарихындағы ұлттық руханиятындағы еңбегін тек қана бір ғана геология ғылымымен шектеп қоюға болмайды. Сәтбаев әдебиеттанушы, Сәтбаев өнертанушы, Сәтбаев математик, Сәтбаев тарихшы археолог, Сәтбаев металлург, Сәтбаев тау-кен инженер, Сәтбаев 8 қырлы бір сырлы өнер иесі. Барлық музыкалық аспаптарда скрипка, домбыра, гитара, мандолин Сәтбаев өте шебер орындаған және қоңыр дауысты, әсем үні бар әнші де болған азамат. Алдымызда тұрған 1970 жылы Қаныш Сәтбаев Өлшемовтың кітап сөресі 13 түгел Қаныш Сәтбаевтың архиві. Яғни үлкен ғылыми құнды мұра. Бұл тұрған Сәтбаевтың 125 жылдарда жасалған, жұмсақ материалдан жасалған Сәтбаев аталарымыздың бейнесі кәдімгі тірі адам тұрғандай әсер етеді. Бұл 25 жылдыққа астаналық шеберлердің біздің университетімізге сыйлаған сыйлығы. Енді бала Қаныш қалай өсті, қалай дамды, қалай жетілді, ол сол өзінің еліндегі атақты әнші композиторлар Жаяу Мұса, Естай, Иса Байзақов, мынау әнші Майра, Сұлтанмақан Торайғыровтарды көзі көріп, солардың алдында соларға еліктеп, солардан үйреніп, Сәтбаев өзінің естелігінде айтады, лирик болуды қалап едім, бірақ мені тағдырым геологияға бұрып жіберді, бірақ олар өкінбейді. Сәтбаев үлкен жағалап, тау аралап, тас қарап, тастың түрлі түстілеріне қызығып жүрген бала болған. Өзінің сол пайдалыққа байланысты сұрақтарымен кезінде үлкендерді таң қалдырып отырған. Ауыл молдасына да хаттанды, орыс қазақ мектебінде оқыды, орыс тіліне де жетіп болды, араб тілінен де хабар болды. Мына менің қолымда отырған Сәтбаевтың өмірінің соңғы жылдары ұстаған отбасылық домбырасы, қызы Шәмшияны сыйлаған. Сол кең ауқымды лекциямызда кездесіп сіздермен бас қосқанша сау саламат болыңыздар.